Армысыздар, соңғы уақытта армысың деп амандасатын адамдарға тәңіршіл деп жалған жала жабылады. Бірақ армысың деп амандасу тәңіршілдік белгісі ме? Бұл сұрақтың да нүктесін қойып тастайық. Бағзы заманнан біздің ата-бабамыз қандай дінде болса да, армысың деп амандасып, бармысың деп жауап қайтарған. Оның мағынасы арын таза ма деп сұрау. Армысыңдар? Қайда жүрсіңдер? Армысың Өстемір? Шүкір, аманбыз. Бұдан басқа аманбысың, мал жан аман ба деген нұсқалар бар. Амандасу сөзінің өзі амандық сұрау деген мағына береді. Қысқасы, бұл нағыз қазақ тіліндегі амандасу. Ал енді керісінше алайық. Ассалаумағалейкум деген амандасу мұсылмандық белгісі ме? Араб тіліндегі ассаляму алейкум деген бейбітшілік саған деген сөз. Бұл үлгіде тек мұсылмандар емес, сондай-ақ иудаист, яхудилер, христиан арабтар, пұтқа табынушы мысырлықтар, отқа табынушы парсылар да амандасады. Яғни оның да дінге еш қатысы жоқ. Тек қана семит